Төле би ауданында қысқы туризм қарқынды дамып келеді. Солардың бірі Таусамалы демалыс аймағының Алатау тау-шаңғы базасы. Бұнда бір мезетте 3000-дай адамға қызмет көрсетуге мүмкіндік бар. Бүгінде аудандағы Қасқасу ауылында Қасқасу тау-шаңғы курорттық базасының құрылысы басталып кетті. Болашақта бұл мекен әлемдік деңгейдегі демалыс орнына айналатын болады. Таусамалы шаңғы базасы Шымкент қаласынан бар жоғы 45 шақырым қашықтықта теңіз деңгейінен 1300 метр биіктікте орналасқан. Бұл жерде туристер мен қала қонақтарына барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ мұнда көктем және жаз айларында атпен серуендеп демалуға да мүмкіндік қарастырылған. 7 жыл бұрын осы мына Таусамалы демалыс аймағын құрған болатынбыз. Италияға барып мына канатный дороганы сатып алып келдік. Бұл жердің барлығын түгел жаңғырттық енді. Бізде қар мәселесі өте жаңағы таңсық нәрсе. Сондықтан да біз жаңағы айтамыз ғой, мына искусственное снижение дейді, қарды жаңағы өзіміз шашамыз. Жыл 12 ай Төле би ауданы туристерді қабылдауға дайын. Керемет көктеміміз де бар, жайқалған жазымыз бар. Әдемі алтын күзімізбен осы қыс уақытысындағы мынау Алатаумен астасқан тауларымызда керемет қысқы спорттарын ұйымдастырудың мүмкіндіктері бар. Алдағы уақытта да біз осы спортты насихаттау, туризм насихаттау барысында жұмыстар жүргізетін боламыз. Осы бағытта инфрақұрылымдарды дамыту бойынша да жоспарларымыз бар. Жалпы Төле би ауданы ел туризмін дамытуға қолайлы аймақтардың бірі. Қазір ауданда 70 туристік нысан бар. Солардың негізінде мұнда қысқы туризмде қарқынды дамып келеді. Өткен жыл ауданға 28 мыңға жуық турист тартылу жоспарланса, ал ол меже 11 айда орындалған. Қызылорда, Жамбыл облыстарында бұндай шаңғы базалар жоқ десек те болады. Солардың тартып, осы біздің ішкі туризмді дамытуға, кіру туризмді дамытуға үлкен үлесі көп. Алатау шаңғы базасы өз келушілеріне қашанда лайықты қызмет көрсете алады. Ал тау басына қар мол түссе, бұл жер нағыз шаттық мекені. Өйткені ондай кезде қаладағы у-шудан шаршағандардың бәрі осында. Кейде олардың арасында елге танымал қонақтар да аз болмайды. Қазір мынандай шаңғы комплексінің ашылуы, мынандай демалыс орындарының ашылуы, мынау дегеніңіз жұмақ қой. Туған елдің өзі түлеп жатқан уақытта біз туған елге келіп ән салуымыз керек. Әнімізді, жырымызды, жүрегіміздегі барымызды туған елге арнауымыз керек деп ойлаймын. Ауа райы келісі болған күндері тау басы нағыз халықтық серуенге айналады. Сондай-ақ аспалы арқан жолмен тауға өрлеп, табиғат көркін биіктен тамашалауға да мүмкіндік мол. Ал бұл көріністі салауатты өмір салтын насихаттаудың нағыз үлгісі деп білген жөн. Біздің облыстың аумағында табиғаты тамаша мекендер аз емес, алайда оның қызығы мен пайдасын көру жағына келгенде шет қалып жататынымыз да рас. Алайда облыс әкімінің биылғы бастамаларынан кейін біз осы бір табиғат берген сыйларды пайдаланудың ретінде көзінде тапқан сияқтымыз. Лайым осындай шаралар жалғаса берсін, айналып келгенде барымызды бағалай білейік. Төле би ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Телебек, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.